Қаланың қақ ортасында жылдар бойы қалыптасқан бейберекет саудаға ақыры нүкте қойылды. Ұялы телефон жөндейтін шеберлер мен алыпсатарлардың ордасына айналған Гарант маңындағы дүңгіршектер сүріліп жатыр. Қызыл сызықтың үстіне заңсыз орналасқан нысандар қала келбетіне кері әсер еткен. Бірі кірпіштен заңсыз ғимарат тұрғызса, енді бірі пластиктен уақытша дүкендер салған. Жаяу жүргіншілер жолын жауып, қала тұрғындарының күнделікті қозғалысын қиындатқан сауда нүктелері енді толықтай жойылуда. Басқа кәсіпкерлердің де біздікіне ұқсас дүңгіршектері болған. Алдымен олардың нысандары сүрілді. Одан кейін қала келбетін жақсарту мақсатында әкімдік қалған дүңгіршектерді де алып тастау туралы шешім қабылдады. Қазіргі таңда олар бұл мәселе бойынша сотқа жүгініп, құқықтарын қорғап жатыр. Мен мемлекет саясатына қарсы емеспін. Егер нысанды алып тастау қажет болса, талапты орындаймын. Әкімдік тарапынан маған 2 адам көмек ретінде бөлінді. Қалған жұмысшылар менің жеке қызметкерлерім. Мен бұл жерде 20 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келемін. Бастапқыда әкімдіктен уақытша рұқсат алғанмын. Сол кезде маған жеңіл типтегі дүңгіршек орнатуға рұқсат берілген. Қазіргі уақытта сол мерзімнің аяқталуына байланысты нысанды өз еркіммен алып тастап жатырмын.